Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі оқу тәжірибе сабағының тақырыбы қауіпсіздік техникасы бойынша инструктаж. Сабақтың мақсаты химиялық зертханаларда құралдармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау қағидаттары туралы білімін еске сақтау және көбейту. Құралдармен жұмыс істеу кезінде бірқатар техника қауіпсіздік талаптарын ұстану қажет. Жұмысқа кіріспес бұрын мұқият құралды қолдану нұсқауларын және техникалық қауіпсіздік ережелерін оқып, одан кейін жұмысқа кірісе беруге болады. Құрылғылар және құралдармен жұмыс істегендегі негізгі қауіпті факторларға жатады. Біріншіден, химиялық реактивтердің әсері, өртке қауіпті, жеңіл тұтанатын және жанғыш органикалық еріткіштер. Екінші, электр тоғының әсері. Үшінші, жоғары концентрациясы озонның, азот оксидінің, металл аэрозөлдерінің және олардың оксидтерінің, көмір, шаң тозаңның зиянды әсері. Төртінші, қоздыру көздерінде электродтарды ауыстыру кезіндегі күйіп қалу қаупі. Электр қауіпсіздігі. Электромагнетизмнің алдын алу мақсатында жөнделмейтін отырғызылу кезінде немесе шарт бойынша қажетті қоршау болмаған жағдайда жұмыс істеуге тыйым салынады. Электр қондырғылардың ашық тоқ жүретін бөліктері маңында жұмыс жасауға және оларға тиюге, электр құрылғылары маңына ескерту тақташаларын қойып оқшаулау қажет. Барлық ауыстыру және басқару тетіктері талдау процесі кезінде сыртқы бөлігіне шығарылып, электр тоғының бейтарап өткізбейтін материалдан жасалуы тиіс. Жоғары кернеулі бөлшектерден, корпустан және басқа бөлшектерден берілген кернеу нормасына сай оқшаулану қажет. Ауыр электрлік тоқ болған жағдайда бірден жасанды дем беру тәсілін жасап, дәрігерді шақыру керек. Токсинді булармен және газдармен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы. Қышқылдармен, сілтілермен жұмыс істегенде арнайы киімдер пайдалану қажет. Көзілдірік, жеке бас қорғау қауіпсіздігі үшін қажетті заттарды қолданып, химиялық зертханада қорғану үшін қойылған талаптар мен ережелерді сақтау керек. Жеңіл тұтанатын және жанғыш сұйықтықтармен барлық жұмыс тартпа шкаф вентиляциясы қосылу жағдайында, газды жандыруға және электр қыздыратын құралды өшірілу болғанда ғана жүзеге асуы тиіс. Өртке қауіпті заттармен жұмысты бір орында топтастыруға болмайды. Өрт қауіпсіздігі. Электр құрылғыларының зақымдалуы немесе дұрыс пайдаланбау салдарынан өрт шығуы мүмкін. Сол себепті жұмыс орында қол өрт сөндіргіш сақталу қажет, ал жұмысшылар олармен қолдана білуі тиіс. Жеңіл тұтанатын сұйықтармен, сумен араласпайтын және суда еритін жанатын заттар өртке оранса, жалынды өртті өшіру қажет. Талдауды жүргізуге арналған химиялық дайындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы. Мұқият жұмыс орнымен танысу, реактивтермен орналасу кезектігімен танысу және теориялық материалды игеру. Ыдыс, құралдар және реактивтер қашанда таза болуы керек. Ерітінділермен тұрған пробиркаларды, склянкаларда этикетка болуы керек. Барлық қышқылдар, сілтілер және жағымсыз иісті заттар тартпа шкафта сақталу керек. Егер теріге қышқыл құйылған жағдайда немесе сілті, онда күйген жерді алдымен кран суымен шайып, қалдықтарын қышқылды сода ерітіндісімен бейтараптандырып, ал сілтіні сірке қышқылымен тазартады. Шұңғымаға қышқылдарды, тұздарды, сілтілерді, тұрмыстық әйнек қалдықтарын қағаз лақтыруға тыйым салынады. Бұл мақсаттарға арнайы шыны ыдыс және эмальданған шелек болады. Уланудың алдын алу үшін дайындық жүріп жатқан зертханаларда тамақтануға тыйым салынады. Дайындықтан кейін қолды мұқият жуу керек.
Зертханадағы қауіпсіздік техника ережесі. Бірінші. Оқытушының рұқсатынсыз стенд және құрылғыларды қоспау. Екінші. Жұмысқа кірісерде қосу және өшіру ережелерімен танысу. Үшінші. Электрожүйеде тоқ болмаған кездегі құралмен құрылғыларды қосу және өшіру. Байланысатын сымдар бейтарап электр тоғын өткізбейтін металдармен оқшауландыру қажет. Бесінші. Зертханалық жұмыс істеу тәртібін қатаң сақтау керек. Алтыншы. Төтенше жағдай бола қалған кезде бірден электр жүйесінен ажыратып, оқытушыға баяндау керек. Бүгінгі оқу тәжірибе сабағы бойынша тапсырма. Берілген сұрақтарға жауап беріңіздер. Егер қышқыл ерітіндісі қолыңызға тамып кеткен жағдайда не істеу керек? Бір спирт шаммен екінші спирт шамды тұтатуға бола ма? Қышқылдарды сұйылту кезінде суды қышқылға құюға бола ма? Артық алынған реактивтерді қайтадан қандай ыдыстарға құямыз? Суретте қауіпсіздік техникасының ережелерін сақтамаудың қандай түрлері көрсетілген? Құрметті студенттер, берілген тапсырмаларыңызды орындап, Платонус платформасы арқылы тексеріске жіберулеріңізді сұраймын.